ойбай апаларының бір шабыты ашылып жүр соңғы кезде күшті бірдеңе жасаймыз. Давайте бірінші ыстық су мен суық суды араластырып, дрожь қосып, тұзын салып, ұнын салып, в общем бірінші нан басып қоямыз. Бұны қойып, одан кейін филе бар еді, соны бітіре алмай жатырмын ғой, сонымен неше түрлі заттар жасап жатырмын. Филені кубик қылып тураймыз, чеснок саламыз, тұз саламыз, специясын саламыз, қандай ұнайды. Сосын 2 жұмыртқа саламыз. Содан кейін қаймақ саламыз 2 үлкен қасықпен, еще майонез чуть-чуть салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Бәрін араластырамыз. Үлкен 3 қасықпен ұн саламыз да, еще сыр кішкене теркадан өткіземіз. Қойып қоямыз бұны. Тұрын ғой пысық болып жүрмін. Кеше балкон жуып едім, бүгін холодильник жудым. Соның арасынша осындай сардельке шығарып қоямыз. Бағанағы нанымыз күшті болып көтеріліпті. Енді оны жайып, осылай етіп, дөңгелек етіп турап, в общем сосиска в тесте дайындаймыз. Еще бөлек мына жерде подливка пиязбен, пияз, томат араластырып жатыр. И представляете, қыздареки, 10 минутта дайын болды ғой осы тамағым. Ең соңында дайындадым, потому что менде сковородка жоқ болды. Бір жағын қуырамыз 5 минут, екінші жағын крышканы жауып қойып, екінші жағын қуырамыз 5 минут, 15 минут максимум кетеді. Но подливок, кішкене соевый соус салдым, гарнирге рис болды. Блин, қыздар, күшті шықты ғой, бірінші рет жасап тұрмын. Такой тойымды еще, кәдімгі котлет сияқты. Ас болсын.